Жетекшілер үшін білім алушылардың нәтижелерін тексеру және мерзімі өткен тапсырмаларға қолжетімділік ашу. Білім алушының жүктеген нәтижесін тексеру үшін мәртебесі келісілді болып тұрған жоспарды ашыңыз. Тапсырманың соңындағы көру батырмасын басыңыз. Ашылған бетте білім алушы жүктеген нәтижемен танысыңыз. Нәтиже талаптарға сәйкес болса, қабылдау батырмасын басыңыз. Егер нәтиже толықтыруды немесе түзетуді қажет етсе, түзетуге жіберу батырмасын таңдап, түсініктеме немесе ескерту енгізіңіз. Қабылданған нәтиже автоматты түрде білім алушының күнделік есебіне енгізіледі. Егер білім алушы түзетулерді енгізіп, нәтижені қайтадан тексеруге жіберсе, бұл туралы сізге жүйеде хабарлама келеді. Хабарламадағы сілтеме арқылы өтіп, жаңартылған нәтижені қайта тексеріңіз. Мерзімі өткен тапсырмаларға қолжетімділік ашу. Егер көру батырмасына курсорды жақындатқан кезде барлық білім алушылар нәтижені жүктеп үлгермеді деген хабарлама көрсетілсе, бұл тапсырманы орындау мерзімі аяқталғанға дейін кейбір білім алушылар нәтижесін жүктеп үлгермегенін білдіреді. Оларға қосымша уақыт беру үшін көру батырмасын басып, мерзімі өткен тапсырмаға рұқсат бетіне өтіңіз. Ашылған тізімде батырмасы белсенді емес білім алушылар үшін қолжетімділік жабық болады. Тізімнен қажетті білім алушыларды таңдап, тек соларға ғана мерзімі өткен тапсырмаға қолжетімділік беруге болады. Сондай-ақ қажет болған жағдайда барлық білім алушыларға бірден қолжетімділік аша аласыз. Қолжетімділік ашылған соң сақтау батырмасын басыңыз.